Қымбатты тыңдаушы, балаларға арналған киелі кітап әңгімелеріне қош келдің. Көбірек киелі кітап әңгімелерін тыңдағың келсе, арнамызға жазылуға болады. YouTube'дан көріп жатсаң, лайк басып, жазылуды ұмытпа. Бүгінгі әңгіме киелі кітаптан болмақ. Тыңдайық. Құдай патшалығы. Иса әркімге Құдай патшалығындағы жаңа, бақытты өмірді сыйлауға келді. Құдайдың өзі жақсы патша іспетті. Оның патшалығында күнә деген болмайды, өлім де болмайды. Күндердің күнінде мұндай жағдай барлық жерде де орнамақ. Ал қазірдің өзінде бұл басталып жатыр. Иса Құдай патшалығының қандай екенін көрсету үшін көптеген әңгімелер айтты. Тұқым себуші диқан. Бір диқан тұқым себуге егістікке барыпты. Сепкен тұқымының біразы соқпақ үстіне түсіпті де, құстар шоқып, жеп қойыпты. Біразы тасты, қатты жерге түсіпті. Тамырлары тереңге кете алмағандықтан, аптап ыстық өскіндерді күйдіріп жіберіпті. Біразы тікенді шөптер арасына түсіпті. Тұншығып өсе алмапты. Ал құнарлы жерге түскендері жайқалып, мол өнім беріпті. Кейінірек Иса осы әңгіменің мәнін де түсіндірді. Құдай сөзін естіген адамдардың жағдайлары да дәл осындай. Шайтан сөзді адамнан тартып алып кетуі мүмкін. Кейбіреулер сөзді қуана тыңдап, алайда қиыншылыққа тап болған кезде одан бас тартады. Басқалары жеке басының қамы мен байлықты ойлап, естіген Құдай сөзін ұмытады. Ал құнарлы жерге түскен тұқымдар сияқты Құдай сөзін шын көңілмен қабылдағандар да бар. Бұған олардың ізгі өмірлері куә. Бидай арасындағы арам шөп. Бір диқан егіндігіне жақсы бидай тұқымын себеді. Бірақ жұрт ұйықтап жатқанда дұшпаны келіп, бидайдың арасына арам шөп сеуіп кетеді. Тұқым көктеп, өсе бастағанда ғана адамдар бұны аңғарады. Қожайын, арам шөпті отап тастайық па? Деп сұрайды диқанның қызметшілері. Бірақ ол, жоқ, арам шөпті отаймыз деп, бидайды да құртасыңдар. Өнім жинайтын мезгілге дейін екеуі қатар өсе берсін. Сол кезде арам шөпті жылып, өртеп тастаймыз. Ал бидайды жиып, қамбама құямыз, дейді. Халық тарап кеткен соң, Исаның шәкірттері әңгіменің мәнін сұрайды. Иса оларға былай дейді. Құдайдан келген мен тұқым себуші сияқтымын. Егіндік бұл дүниені жақсы тұқымнан шыққан бидай Құдай жолмен жүргендерді, ал арам шөп шайтанның айтуымен жүргендерді білдіреді. Өнім жинайтын мезгіл ақыр заманда болады. Қыша дәні. Бұл Исаның айтқан
тағы бір әңгімесі. Біреу бір түйір қыша дәнін алып, егістік жеріне сеуіпті. Дән өте кішкентай болғанмен, өсіп шығып, аз уақытта мықты өсімдік пайда болады. Ол өсе беріп, құстар ұя салған биік ағашқа айналады. Құдай патшалығы да осыған ұқсайды. Ол өсе береді, өсе береді. Көмілген қазына. Далада жұмыс істеп жүрген бір адам көмілген қазына тауып алады. Бірақ жер оның меншігі емес екен. Ол байлықты қайтадан көміп тастап, бар мал мүлкін сатып, ақшасына сол жерді сатып алады. Енді қазынада оныкі. Құдай патшалығына кірген әркімде осылай мол рухани байлыққа ие болады. Асыл маржан. Бір саудагер інжу маржанды алып сатумен айналысыпты. Бір күні оған біреу бұрын соңды өмірінде көрмеген, үлкен, әрі өте әдемі маржанды әкеліп ұсыныпты. Саудагер осы інжуді алмаса, ешқашан көңілі көншімейтінін ұғыпты. Сондықтан ол өзінде бардың барлығын сатып, сол маржанды алыпты, деді Иса. Құдай патшалығы да осы сияқты. Ол барлық нәрселерден де құнды. Оған кіру үшін бізге тіпті дүние мүлік, дос-жаранымыздан бас тартуға тура келсе де, шексіз бақытқа кенелетін боламыз. Осы киелі кітап әңгімесін тыңдағаның үшін рахмет. Жүрегіңде санаңда қалсын. Кездескенше.